Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін кешкі асқа өте дәмді голубцы, яғни фаршталған бұрыш әзірлейтін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін тартылған ет және пиязды ұсақтап тураймыз. Одан кейін үстіне күріш және дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамызды алдын ала жуып тазаланған бұрыштардың ішіне видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Бұрыштарымызды жасап болғаннан кейін, енді қуыру үшін пияз, картоп сәбізімізді турап аламыз. Енді қызып тұрған майға барлығын біртіндеп 2-3 минуттан қуырамыз. Одан кейін біраз қасық томат салып, жақсылап араластырып, суын құйып қайнатамыз. Дәміне қарай тұз және дәмдеуіш қосамыз. Суы қайнағаннан кейін бұрыштарды біртіндеп салып шығамыз. Бұрыштарды салғаннан кейін суы ашылып қайнағаннан соң астын басып, баяу отта 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей, фаршталған бұрышымыз дайын, өте дәмді және оңай тағам түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.